Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Осындай дәруменге бай әрі оңай дайындалатын салаттың рецебімен бөлісемін. Суға пісірілген қызылшамызды осылай ирек пышақтың көмегімен ұзын таяқша ретінде турап алатын боламыз. Ірімшігімізді, яғни брынзаны да дәл қызылшаның көлемінде етіп тұрау керек. Бір уыс ас жапырағымызды, яғни шпинатты осылай видеода көрсетілгенде етіп турайсыздар. Не болмаса салат жапырағын қолдансаңыздар да болады. Грек жаңғағында осылай турап салатымызға қосамыз. Негізі блендермен майдаламай осылай пышақпен тураған дұрысырақ. Бір ас қасық бал қосамыз. 2-3 ас қасық зәйтүн майы. Енді жақсылап балымыз ергенше араластыратын боламыз. Міне біздің салатымыз дайын. Жасалу жолы өте қарапайым болғанмен дәруменге өте бай салаттардың бірі. Әсіресе анемиямен ауыратын адамдарға пайдасы мол. Міне достар, видеом ұнаған болса, каналыма подписка жасап, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Бәріңізге ас болсын.